Мектеп барлық рухани өркениеттің ошағы. Мектеп жан-жақты дамуға жағдайлар туғызатын, адамның өз бетімен білімін жетілдіруіне жағдай жасайтын, таңдау мүмкіндіктерін туғызатын, еркін және шығармашылық тұрғыда қызмет жасауға мүмкіндік беретін ошақ болуы қажет. Халқымызда көп жас жасағаннан емес, көп игілікті ісі бардан сұра демекші. Ұжымды жетістікке жеткізуге дем беретін басшының ықпалы мен бала тәрбиесіне үлкен мән беретін жаңа жобалар дүниеге келіп, педагогтардың қызу қолдауына ие болуда. Баланы білімге қызықтырумен шектеліп қана қоймай, шығармашылық қабілеттерін шыңдау мақсатында облыс бойынша жалғыз біздің білім ошағында еркін кітапхана, теннис, шахмат, демалыс орындары, сол жылда талмай еңбек ететін ұстаздарға арналған заманауи мұғалімдер демалыс бөлмесі, санитарлық талаптарға сай ыстық тамақтандыратын асхана толық өзгерістерден өтті. Жаңа формация, жаңа мазмұн мұғалімдері білім технологияларын, басқару мен тәрбие берудің әдістерін, сонымен қатар цифрлық технологияны терең меңгеруі қажет. Осы мақсат аясында мұғалім келбеті, кәсіби шеберліктерін жетілдіру, шығармашылық ойлау және ізденіс нәтижесінде әдістемелік жобалар. Creative Teacher, әкелер мектебі, аналар мектебі, ұлағатты ұстаз, жас маман, жас ғалым, жас қалам қоғамы жұмыс жасауда. Жаһандық құбылыстардың әсерінен туындаған қажеттілік, жаңартылған білім мазмұнының тағы бір ерекшелігі тәрбиелік компонент білімнің мазмұнына кіріктірілген. Демек, оқу мен тәрбие қатар жүреді десек, тәрбиедегі жаңа жұмыс формаларын пайдаланудың маңызы зор. 2019-2020 оқу жылында 42 түлек мектеп бітіріп, 30 оқушы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып, 19-і мемлекеттік және облыс әкімінің грантын иеленіп, жоғарғы оқу орнының 6 оқушы жоғарғы колледждің грантын иеленіп, студент атанды. Ұл қыздарымыз бастауыш сыныптан бастап коллаборативті ортада әрекет етеді, креативті ойлайды, сыни көзқарас білдіреді, коммуникацияға түседі. Іскер, білікті, сауатты адамға қажетті негізгі дағдылар бекемделеді. Мектеп басшысы Қарлығаш Қуанқызы мен бірнеше мұғалімдер еліміздегі білім беру жүйесімен шектеліп қана қоймай, Ресей Федерациясының білім беру жүйесі және технологиясымен қаруланған. Мұғалімдердің жаңашылдығы, бірлігі, біліктілігі нәтижесінде еліміздің түкпір-түкпірінен өз білімдерін жетілдіріп, мектебімізден 2019 жылы 2 мұғалім білім министрінің қолынан алғыс хат иеленіп, 1 мұғалім қала әкімінің 150 мың ақшалай сертификатына, 2 мұғалім қала әкімінің алғыс хатына, облыстық, қалалық білім басқармаларының құрмет грамоталарына ие болды. Тіпті өнер саласынан облыс бойынша Ресей мемлекеті Сочи қаласында болған өнер байқауында бас жүлдені иемденді. Оған қоса, Жайдарман ойындарында облысымыздың атынан мұғалімдер құрамасы Нұр-Сұлтан қаласында бақ сынасқан болатын. Озат әрі үлгілі оқушыларымыз қалалық, облыстық, республикалық байқауларда сынға түсіп, білім, ғылым, өнер, спорт сынды әр түрлі салаларда жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, мектеп мерейін асқақтатуда. Мектеп басшысы Қарлығаш Қуанқызының сөзінше, заман талабы тек жоғары нәтижені талап етеді. Ол нәтиже көреген заманауи басшы мен ынтымақты, табысты ұжымның бірлесе еңбек еткенінде ғана көрініс береді. Сондықтан жас ұрпақты заманға, жаңашылдыққа сай жолмен табысты жүргізу үшін мектеп басшысы білім мен біліктілікті үнемі дамыту жолында болуы қажет. Жас ұрпақтың болашағы табысты менеджер мен креативті мұғалімдердің қолында.